Достық тақырыбы көтеріледі ғой бізде. Достыққа келген кезде кейде біздің санамыз мына деңгейде. Бауырларына, маған тұрады. Тұра ма маған? Біздің достық деңгейіміздің категориясы тек қана мен төбелескенде менімен бірге төбелесу. Мен ақша сұраған кезде маған дереу ақша бере қалу. Мен ақша сұраған кезде ақша болмай тұр бауырым десе, болды, о дос емес екен ғой. Көрдік қой достардың қандай екен, ақша бермейді бізге. Бұл достықтың орталығы емес, бұл категория емес достықтың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайра жеткізген хадисте былай айтып жатыр: ей бауырлар, сендер достарыңның дініндесіңдер. Дінімен категориясымен өлшеп жатыр, дінімен. Қараңдар кіммен дос болып жүргендеріңе, қараңдар. Не, сен барғанда ақша бермей қою емес екен ол мәселе. Сен оны көрген кезде Алла есіңе түсе ма деп жатыр. Алла. Сен оны көрген кезде күнә жасап атқанда ұяласың ба одан? Міне, егер күнә жасап атқанда досың келіп қалса, ұялып, қашып, досыңнан көрсетпей күнә істеп жүретін болсаң, ол шынайы дос саған. Ақша кейде болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Ақша кейде болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Шамасы кейде төбелеске жетуі мүмкін, жетпеуі мүмкін. Батылы кейде болуы мүмкін, айталып, айталмауы мүмкін. Бұнымен достықты өлшемейміз бауырлар.